Kanalıma қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін өте әдемі дәмді болып шығатын персиковый печенье жасайтын боламыз. Алда менің жаңа видео рецепттерімді көру үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода осы печеньенің рецептісін салатын боламын. Ең алдымен бізге бөлме температурасында тұрған 2 жұмыртқа керек болады. Қаймақ бізде 60 грамм немесе 2 ас қасық, сосын 1 пиала жұмыртқамен 2 ас қасық сармай немесе 60 грамм ұн, бізде 350 грамм 1 шай қасық разрыхитель керек болады. Ең алдымен осы жұмыртқа мен қантымызды миксердің көмегімен жақсылап қанты ерігенше, екесе үлгейгенше араластырамыз. Сосын үстіне қаймағымызды саламыз, бөлме температурасында тұрған сармайымызды саламыз. Екеуін барлығын жақсылап миксердің көмегімен араластырамыз. Массамыз бәрі бірігуі керек. Сосын електен өткізіп 350 грамм ұн саламыз. Міндетті түрде електен өткізіп салыңыздар, өзіне әдемі болып көтеріледі. Сосын 1 шай қасық разрыхительді салып, қасықтың көмегімен бірінші араластырамыз, қасықтың көмегімен, сосын ары қарай қолдың көмегімен араластырамыз. Ұнды көп салып жүрмеңіздер. Ұнды көп салып жүрсеңіздер, піскеннен кейін сіздің печеньеларыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Сол үшін аз-аздан 350 грамм салып, сосын ары қарай кішкене ұнның көмегімен, міне бірінші көріп тұрғандарыңызда қолыңыз кішкене жабысып тұрады. Сосын бір уыстай ұн салып, осында қолымызбен бір илеп жібереміз. Сол кезінде қолға жабыспайтын болады. Енді бұны пакетке салып, холодильникке жарты сағатқа қоямыз. Жарты сағат өткен соң бөліктерге бөлеміз. Таразының көмегімен қамырымызды өлшейтін боламыз. 30 граммнан, немесе таразыңыз болмаса 1 ас қасықтан алып жасасаңыздар болады. Мен 30 граммнан өлшедім. Ішінде 26 штук шықты. Сол кезінде бізде 13 печенье шығатын болады. Осылай барлығын бөліп аламыз да қолдың көмегімен домалақтап шығамыз. Менде 26 штук шықты печеньеміз. Енді қызып тұрған пеште 170 немесе 180 градуста 20-25 минутта піседі. Өте тез піседі. Қарап тұрыңыздар. Осымен біздің печеньеміз пісіп шықты. Енді қасықтың көмегімен осында ішін ойып аламыз. Осының ішіне біз вареный сгущенкамен жаңғағымызды араластырып саламыз. Вареный сгущенканы осы түрін алсаңыздар, өте сапалы, әдемі болып шығады. 50 грамм грек жаңғағын салып, осында кішкене печеньені үгітіп салып жібереміз де, жақсылап араластырып, печеньелардың ішіне жағып шығамыз. 2 печеньеміз осылай жабыстырып, сосын бізге керек, сіздер осында 2 сәбіз бен 2 қызылша алыңыздар, теркадан өткізіп, осында дәкенің көмегімен сығып аламыз. Су, немесе сіздер суға краситель қоссаңыздар да болады. Дайын болған печеньеларымызды осылай кішкене осы согымызға батырып аламыз. Ендігі кезекте қантымызға осы печеньемізді екі жағын аунатып аламыз. Осымен біздің дәмді керемет болып шығатын персиковый печеньеміз дайын болды. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Ұнайтыны сөзсіз сенімдімін. Алда менің жаңа видео рецепттерімді көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.